Бәріне сәлем. Хлоргексидиннің пайдасын білесіз бе? Видео басталмай тұрып лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Әрбір үйде хлоргексидин болғаны дұрыс. Үйдегі дәрі қобдишасында міндетті түрде болуы тиіс препараттардың бірі хлоргексидин. Оның қолдану аясы кең. Бұл антисептикалық препарат негізгі нұсқаулығынан бөлек мынадай жағдайларда қажетке жарайды. Бірінші, егер тамағыңыз ауырса, ауыз қуысын шаюға осы препаратты қолдануға болады. Бір ас қасық 0,5% хлоргексидин ерітіндісімен 2 ас қасық жылы суды араластырыңыз. Су ыстық болмауы керек. Осыны есте ұстаңыз. Осылай тамақты күніне 2-3 рет шаю инфекциялық қабынуды тез қайтарады. Екінші, қызыл иек қабынса, жиі қанайтын болса, жоғарыдағы жазылған мөлшерде ерітіндіні әзірлеп, тіс түптерін таңертең және кешке 2 рет шаю керек. Үшінші, аяқ киімнің жағымсыз иісінен құтылу үшін оны хлоргексидинге малынған мақтамен сүртіңіз. Кешкісін аяқты жуған соң башпайлар арасын және өкше табанын осы препараттармен сүртіп шыққан жақсы. Төртінші, хлоргексидин күшті антисептик болғандықтан косметологтар оны әйелдердің бет күтіміне қатысты қолданады. Косметикалық бет тазалаудан кейін және инъекциядан кейін бет терісін жұқалап сүрту жарақатты зарарсыздандырады. Ал жалпы хлоргексидин микробтарға қарсы әсер ететін теріде және шырышты қабаттарда бактериялардың көбеюін тежейтін тиімді сұйықтық. Ол инфекцияның алдын алу үшін антисептик ретінде кеңінен қолданылатын өнім. Ал сіз осы өнімді қолданасыз ба? Өз пікірлеріңізді төменде жаза кетіңіздер.